Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге мен ұйғыр мантысын көрсетемін. Қазір қамырын қалай елу керек екенін көрсетемін. Тұзды 10 грамм суға қосамыз. Су 250 граммдай, ұн 600 грамм болады. Қамыр осындай тығыз болу керек. Былай қамыр осындай болады. Бәрі күшті салу керек қамырға біріктіру үшін. Әлі біріккен жоқ. Осыны қайта илей беру керек болады. Қазір пакетке салғаннан кейін жұмсарады. Пакетке салып қоямыз. 20 минутта салып қоямыз. 20 минуттан кейін жаямыз. Қамырымыз 20 минут өтті. Енді қазір оны бөліп, каждый кружочек қылып мантыға дайындаймыз. Бұлай қамырды бөлу керек болады. Жұмырақтап, соған саламыз фаршымызды. Ұнды сеуіп, қамырды осылай жаю керек болады. Жұқалап жайсаңыздар да болады. Қамырымыз дайын болды. Осындай болады. Домалақтап. Қазір осыған енді фаршымызды саламыз. Сонымен көрсетеміз процесін. Міне фаршымыз дайын. Бәрін турап қойдым алдын ала. Уақытты алмау үшін асқаба қосылған мантымыз болады. Фарш бар, осы пияз бәрін. Қазір тұз бұрыш салып, сепатқанымды көрсетемін. Тұзымызды саламыз. Саламыз қарабаш. Жақсылап қарастыру керек болады. Осылай араластырып, ішінде құйрық май бар. Және де тағы да сұйық май құямыз. Араластырып, сочный болу үшін май құйдық. Фаршымызды осылай саламыз. И осылай өру керек болады. Екі жақтан алу керек болады. Бұлай кезектесіп, и бұлай. Сөйтіп өріп кете бересіздер. Мұқият қараңыздар тағы да. Екі жақтан алып отырасыздар ғой. Бұлай. Міне манты осылай шығады. Сосын артын бұлай бүгіп қоюға болады. Бұлай жиырып қоясыздар. Бұнда әдем көрінеді.
Манты осылай шықты. Описанияда рецепт бар. Телеграм мен инста аккаунтым сілтемесі описанияда тұр. Тіркеліп, қолдап, лайк басып жазылыңыздар. Келесі видеода кездескенше.